Тәжірибесі жоқ депутаттар білмесе, тәжірибесі бар депутаттар бұны білу керек. Бұл бір. Екінші, бізге Конституцияда не деп жазылған? Бірінші бапта жазылған адамның өмірі деп. Президент соны айтып отқан жоқ па? Конституция кіргізген жоқ па? Қоршаған ортаны қорғауымыз керек, адамдардың өмірі, әл-ауқаты бізге маңызды деп. Оның преамбуласына да кіргізді ғой. Не айтып отырсыздар? Егер сіздердің құс фабрикаларыңыз болса, шошқа фабрикаларыңыз болса, дұрыс жұмыс жасаңыздар. Бүлдірмеңіздер. Сонда сіздерге сұрақ болмайды. Сіздер заңды әлі оқыған жоқсыздар, поправканы дұрыс оқыған жоқсыздар. Оқыңыздар бірінші, не жазылған? Ол жерде алып тек қалай болса солай шашкой никто будет махать. Там четко прописана процедура. Біріншіден прокуратура уведомлять етіледі. Ал мысалы, мынандай жағдай болады. Ертең Атырауда АНПЗ сероводород лақтырады. Біз не 3 күн күтіп отырамыз ба сонда? Бүкіл Атырауды қырып тастап. Немесе Маңғыстауда азотын тюкуй завод лақтырады газды. Немесе қасында там битум завод 1 километр жерде тұр. Түнгі сағат 3-те лақтырады выбросты. И солай жасап отыр кейбір кәсіпорындар. Кеше Қазцинкте 3 адам өліп қалды авариядан. Кім жауап береді? Кім оның қанын мойнына алады? Сіздер аласыздар ма? Осы сөйлеп отқан депутаттар, солардың қанын, жанын. Міне предпринимательский кодексте біз бәрін білдірдік. Шахтада адам өлді. Маңғыстауда 1000 бала тамақтан отравить етті. Сіздерге адамның өмірі қымбат па, ақша қымбат па? Маған соны айтыңдаршы. Егерде бизнес дұрыс жұмыс жасайтын болса, оған сұрақ жоқ ешқандай. Ал егерде бизнес өзінің мойнына алған міндеттемені орындамаса, онда сұрақ бар оған. Олар, мен тағы да айтамын, 4 категория бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бірінші, екінші категория опасный категориялар болар. Солар ғана тексеріледі. Олар рұқсат алады, өздеріне міндеттеме алады. Біздің мынандай выбросымыз болады, біз осындай выброс сақтаймыз деп. Ал егерде одан ары қарай асып кетсе, онда сұрақ оларға туындайды. Егер добросовестный бизнес жұмыс жасайтын болса, неге бізде проблема? Айтыңдаршы, промышленностьтер қолдайтын, осы жерде лоббирует отқан депутаттар. Неге олар орындамады? Предпринимательский кодекске олар мүмкіндік берді, неше жылдан бері рұқсат берілді. Неге орындамады олар? Неге дұрыс таза технологиялар қоймады олар? Ал енді келіп алып, ол бизнеске нагрузка болады. Малый и средний бизнеске ешқандай нагрузка болмайды. Не надо манипулировать. Олар 3-ші категория тек қана декларация береді. Мен осындай ғана жаңағы выброс жасаймын деп. 4-ші категория вообще ештеңе бермейді. Отчет та тапсырмайды. Сенің баняң, шашлычның, ешкім шаруасы жоқ онда. Біздің үлкен мәселеміз Абзал Темірғалиұлы көтерді ғой, не болып жатқан мұнай газ саласында. Мәселе сонда.